Assalamualaikum. Bugün 24-кыркүйек жылқылардың бағасын түсіретін боламыз. Каналға тіркелмегендеріңіз тіркеліп қойыңыздар. Жіндекен айғыр ғой. Қанша сұраптысың бар? Білмеймін, төбемін чешіп кетті. Қанша бағасын айтшы? 600-ге дейді, 1000-ге. Беріп бар ма? Міне. Boğuşan жақсы екен. Олар жер. 700-ге дейді. Ер тұрманымен бірақ алсаңдар 800 дейді. Комплект. Баяны бар, нормально аяны бар. Жуас 1000-ге. Болар жері 700 дейді жіптейір. Жақсы екен, жуас 1000-ге. 650 деді қойын баға шатаспасам 650-ге. Саудаласыздар. Құлынды бе? 700 бағасы. Саудаласыздар. Жирен. Байқа. 700 сұрап тұрмыз дейді, 650-ге болады дейді. Әлі тұттым. Не тұр? Арғы қара. Бәрін бағалар шамаласы екен. Қара бие. 700 сұрап тұр. Саудасы бар дейді, саудаласыздар. Қара бойжан екен, жақсы 750 дейді, бағасы саудасы бар дейді. Бойжан биік екен. Жақсы. 1000-гелер. Ұржардық дейді осы. Жуас екен. Осы жарда. Ағайындар жаңа бағасы қатесіп айттым, 550 екен, 1000-ге жуас. Осы жарда. Саудасы бар дейді. Торыны 450 деп түсіне бауырым, е? Иә. Жақсы жуас екен екеуі. Жуастар жуас екен. 400-ге бағалап тұр. Бойжаң әйбет екен. 600-ге болады дейді. 600 арғысын 400 сұрап тұр апайымыз.